Ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бүгін Рико қызы және де Жеги бүгін біздің арнамызда дейтін бір өте керемет видео деп айта алмаймын. Бұл Free Fire'дағы өте көп қателіктер туралы айтатын боламын. Мен де өзім көргенде баста көп шошыдым, біраз нәрсені көрдім. Бұл енді өте қайта келмейтіндей болып кеттім. Оны алғандарыма өкінді. Мен енді қайтып алып тастағым келіп те жатыр оларды. Енді кетіре алмаймын. Енді ләж болса ол заттарды мен мүлде қолданбаймын. Себебі күнә болады. Ал енді өздерінің соткын превьюінде бар, сол көрген шығарсыңдар видеоның превьюіндағыдай. Шайтан бар дегенде, ол бізде бар Жеги. Мен оны бір емес 5-6 жерден байқадым. Garena компаниясы өте көп шарасып жатыр. Қазіргі таңда ол Garena мұсылмандарға қарсы әдейі жасай ма, білмедім. Мен мұсылман бауырлар, сендер де бұны таратып өз достарыңа таратыңдар. Неге десеңдер, мен Free Fire'да кеткен мұсылмандарға жат нәрселерді көрсетейін деп отырмын. Өте көп бұны достар, мүмкіншілік болса, сендерде бұл заттар болса, мүлде қолданбауларыңды сұраймын Жеги. Киімдерің жоқ болып баратса да, нуп болып кетіп жатсаңдар да мүлде қолданбаңдар Жеги. Бұл мен сендерге кеңесім, ақылым сендерде болады Жеги. Мүлде қолданбауларыңды сұраймын. Мынаны қараңдар, бізде аватаркілерден бастап көрсетейін. Міне, мынау сол көз. Бұл Даджалдың көзі, тек сол көзді ғана көрсеткен. Бұл жерде барлық жерде сол көз. Міне, осылай Даджал не екенін білмесеңдер, видеоның соңына дейін қолында сол жерде айтамын. Міне бәр жерде жалғыз көз дәл осылай көрсетіп кеткен, бүкіл жерде жалғыз көзді көрсеткен. Бұл жалғыз көз неге тек бір ғана көзді, және де міне сол көзді көрсеткен. Мынада да сол көзі, қарап тұрсаңдар, міне тағы да сол көзі, сол жақ көзін көп көрсетіп жатыр. Және де бізде тағы да менде өте қатты қорқыныш заттар. Менде осындай парашют бар екен Жеги. Өзім көріп шок болып қалдым. Оны мен әдет етпеппін, вообще бірінші рет көрдім. Мен өзімнен көріп өзім шок болып қалдым. Мені Жеги өте нашар зат, мен қазір денем түршіп кетті. Бұны айтып отырып сендерге жеткеріп. Ләжі болса Жеги бұны қолданбаңдар. Мұсылман бауырларым, осыны жан-жаға таратып, біздің осы видеомыздың көтерілуіне көмектесіңдер. Міне мынаны қараңдар, мен осыны әдейі тағып қойдым, мұны арасынан таба алмай қалып жаттым. Міне Жеги, мынаны қараңдар. Ортасында көз. Бұл неге көз қойылған? Жеги, дәл ортасына мені көзді қойыпты Жеги. Бұл Даджалдың көзі. Даджалдың көзі барлықтарың білетін шығарсыңдар не екенін Даджалдың. Так, менікі не болып кетті? Міне. Так, нереде шайтандікі, осының қасында екеу тұр еді. Дәл сол үшін мен қойдым. Бұл ғана айтқан емес, міне мынандай. Жеги, және де осы пропусктың өзінде де дәл осылай бар еді. Ләжі болса Жеги, бұны қолданбауға тырысайық Жеги. Мен басқаға тағып қоя салайын. Жоқ болып баратса простойына қоя салайық Жеги. Нуп болсақ та кінә жасамайық. Бұл видеомызға әрине таратып жан-жаққа көмектесіңдер Жеги. Бұл видеоның тарауына өз достарыңа жіберіңдер Жеги. Бұл видеоны көтеріліп жан-жаққа өзіміз мұсылман бауырларымыз кінә жасамауына өз үлесімізді қосайық. Және де осындай біздің еңбекті бағалаңыздар Жеги. Күнде түрде лайк басып, арнамызға тіркеле отырыңдар. Осындай керемет видеолар шығып тұрады. Керемет деп те айта алмаймын, осындай ақылға келетін видеоларымыз болатын болады алып жақта. Так, міне мұнда. Міне Жеги, көрдіңдер ме? Бұл қалай сонда? Міне мына көзді көріп тұрсыңдар ма? Оны мүлде алмаңдар Жеги, сендерден сұранарым. Міне өте жаман, бұл Даджалдың көзі деп есептелінеді. Оны мұсылмандар мүлде қолданбайды деген темін. Бұларын сендер де қолданбайды жасын. Мұсылмандар ақылға келіңдер. Егер де осыны алып киіп жүрген бауырларымыз болса. Мен бұны білмедім, өзім жақында білдім бұларды. Енді шок болып отырмын бар ғой. Шынымен де. Және де барлықтерің білетін зомби самурай. Ең керемет киімдердің бірі дейді барлықтері. Бірақ ол зомби самурай. Өздерің көріп тұрғанда экранда. Міне дәл басына қараңдар. Міне басында тұр, ол басында тұрғаны, ол жай зат емес, оның басындағы айдың суреті тұр. Бұл бізде ай мұсылман қазақ халқында, ара мұсылман қауымында бұл бізде мешіттердің қасиетті жердің жоғары жағында қойылады. Ал бұлар зомби самурай. Енді шайтан қылған, шайтан қылып және басына қойып қойған. Бұл мұсылмандарға өте жат нәрсе Жеги. Оны болып жатса мүлде тақпайық, кимейік, бар болса оны құмар етіп сатып алмауға да тырысайық Жеги.
өте жаман шайтан, кәдімгі дәджал. Дәджал не екенін білмесең, соңына дейін видеоны көр, соңында міндетті түрде дәджалды түсіндірген видеоны сендер үшін арнайы дайындадым. Сол видеоны қарап кетіңдер, теге соңына дейін көріңдер. Міне көріп тұрсыңдар, мұнда әртүрлі заттар міне көріңдер. Экранда көріп тұрғандарың дәл осылай дәджал осы теге. Және де бізде алдын міне мына пропускта, так, ол пропуск қайда? Так, мерек кіріп алайын деге мен көрсетейін. Бізде бір осы бір пропускымызда бір лукбокс шыққан болатын деге. Бұл лукбокс барлықтан көрген шығарсыңдар. Міне мына шайтан пропуск секілді бар еді ғой, алды мүйізі бар. Міне экранда көріп тұрсыңдар, барлықтарың осы. Және де міне экранда көріп тұрғандай бір бас. Бұл бас менің басымнан қошқар секілді екі мүйіз үш бұрышты көрсетіп, бұл жүйескі бұл және шайтанның белгісі. Ал міне қарап тұрыңдар, міне отыр ешкі секілді екі мүйізі және екі қанаты бар. Басында жүйескі жұлдызшап. Я, бұл шайтандардың белгісі деге. Бұл Гарена жауы да мүмкін, мұсылман қауымдары бұлардың бәрін байқайтын болса, егерде Гаренаны жаудыртуы мүмкін. Бірақ енді Гарена жауылмауы да мүмкін. Ол екі жақтан мен екі ойлы болып отырмын. Ол қателіктерді түзеуі де мүмкін. Гарена компаниясы бұдан миллиардтаған ақшалар тауып отыр. Гарена компаниясы сондықтан жоймайды деген ойдамын Гаренаны. Анау айтқанда қорықпасаңдар да болады. Бірақ теге бұл видеоны көріп отырып өздеріне ақылға келіңдер теге. Бұл видеода мен неге сендер үшін шығарып жатырмын, бұны мен өзім жаңа стрим кезінде балдар айтып қалды, мынау деп мен өзім көріп аузым ашылып қалды. Шок болып қалдым үшін бір сөзбен. Міне мынада да осы, мынаны да кимеңдер. Мен бұның денесін алдым, денесінде бұның анау айтқанда ештеңе жоқ екен. Бірақ міне басында қып-қызыл көздің суреті тұр. Бұл көздің суреті бұлда тоже және дәджалдың көзі ол есептенеді теге. Мен өзім денем түршігіп отыр, оны айтқанға өзім дірілдеп отырмын теге. Енді серьезно, мен шынымен де өзім өтірік айтқаным емес, бірақ денем түршігіп отыр қазір. Білмеймін, мен өзім қорқып отырмын бұлардың өзін айтып отырып. Теге әже болса бұлар заттарды мүлде қолданбауға тырысайық теге. Ақылға келек, бұл киімдерің жоқ болса да нуп болып жүргендерің артық, бұлайша күнә жасағанша бұл ойынды ойнамаңдар деп айтар едім, бірақ бұл ойынды ойнамау уже барлықтарың әдет болып қалды. Енді қызық емес болып қалады басқа заттар. Ойнаңдар, бірақ мүлде қолданбауларыңды сұраймын теге. Бұл өте нашар зат десек те болады, нашар болмайды бұлай жүруге. Мүлде алып тастайық теге. Мұсылман бауырлар, ақылға келейік. Және де біздің видеоның соңында үшін біздің бауырларымызға астыда Казгеймер үшін Hitfire деген бауырымыз бар. Міндетті түрде каналына кіріп подписация етіліп кетейік теге. Және колокольчик басыңдар, ода да осындай жақсы түзу жолға бағыттайтын видеоларымыз шығып тұратын болады. Және біздің астыда ВК группамыз бар. ВК группамызға да тіркелуді ұмытпаңыздар теге. Ода да осындай ақылды керек кеңестер болады, сендерге өте қажет болады алдағы уақытта. Сондықтан ВК группамызға да, Hitfire арнамызға да міндетті түрде подписаться етіліп, колокольчигімен және де активный болайық теге. Ал сендер күтіп отқан дәджал видеосы. Міне дәджалды көріңдер, дәджал деген не, қалай сипаттайды, не сұрап жатқандар болса көріңдер теге. Оны әл-мәсіх дәджал деп атаған. Мәсіхтің тура мағынасы майланған, нұрланған, мұндағы мағына кірленген, яғни оның нұрсыз, мейірімсіз көрмейтін көзіне қатысты айтылған. Оның бір көзі соқыр, кепкен жүзім секілді. Дәджалдың бір көзінде қалың теріден болған перде бар. Екі көз арасында кәпір деген жазу жазылған. Ол сөзді жазалатын да жазалмайтын да әрбір мөмінгі оқиды. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам оны былай сипаттаған. Оның шаштары қалың, бұйра, аяқтары қисық, жүрісі оғаш, аласа бойлы, мығым денелі. Ол кәрі емес, жасы 30 пен 40-тың арасы. Терісі ашық қызғылт. Бойы ұзын емес, қысқа деуге болады. Соған қарамастан кең денесіне қарап, қуаттылығын бірден сезесіңдер. Бет әлпеті дөрекі, маңдайы кең, кеудесімен иығы үлкен. Оның көзі кепкен жүзімге ұқсайды. Дәджалдың тек сол көзі көреді. Оң қарашығы не ісікке, не бос ойыққа ұқсамайды. Ал сол жақ көзінің үсті немесе асты қалың терімен жабылған. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам оны осылай дәл